От, су, жел, жер. Беканың көті. Беканың көтіне қарап таң қалып тұрған кезде уже Free Fire раунды басталып кетті. Так, бірінші раунд бізде басталмай жатып қызып бара жатыр. Өзім жүгіріп бартқан кезде алдымнан кезік балты винчестерімді алып шықтым да дәлдеп тұр басына кигізіп жібердім. Бірақ урон саналмай алды ма бірнеңке болды. Сосын анау маған көті қышып атты. Ал мен болсам өзімнің қайсар мінезділігімнің арқасында тағы да барып басына кигізіп жібердім. Бірақ тағы урон саналмай қалды. Шығып қалып атташкының екенін көрсетіп жатқан кезде шақпас мені атып өлтірді. Қотақбас. Солайша екінші раунд басталып та кетті. Басталмай жатып ана ешекбас маған көзді аштатын бірнеңке атты. Бірақ та мен оған Солайша бізде жесткий перестрелка басталып кетті. Бірақ та почему-то ол тек маған ғана атты. Пожарение дейтін аппақ текст уже екінші рет оқып тұрып менің намысым оянып кетті. Сөйтіп мен алыстан атысу үшін MP40 дейтін оружиені алдым. Пидараз екінші рет көзімді ашты жіберді. Бірақ мен де сондай пидараздардың қатарынан болғандықтан мен де бірнеңке лақтырдым. Ана зажимчикті іздеп жүрген кезінде алдымнан атып шықты да оған атташкының екенін көрсетіп жібердім. Бірақ та ол келіп артымнан пышақ сұғып кетті. Келесі раундта тағы да сондай перестрелка болып, ол ешақбас мені зажимать етіп кетті.